Сәлем, болашақтағы Нұр Әли. Мен 2025 жылдағы 4 айдағы 02 датадағы Нұр Әлимін. Бұл видео 5 жылдан кейінгі Нұр Әлиге послание. Мен 2030 жылдары, яғни 5 жылдан кейін где-то 25-26 жаста болады екен. Менің елестетуім бойынша ол кезде Нұр Әли ата-анасы риза, ата-анасына көмектесетін, өзінің жағдайы шүкір Алла деп жүретін, таныстары көп, окружениесі өте жақсы, білімі өте көп, бизнес тақырыбында, маркетинг тақырыбында, видео тақырыбында білімі өте көп. Және әрі қарай да дамуда. Сол білімі көп болғанның арқасында ол үлкен табыстар тауып жатыр. Өзіне бір көлік өте әдемі. Болмаса 2 көлік алған және бір мотоцикл бар деп ойлаймын. Яғни, может, ол жаста мен мотоцикл қызықпайтын шығармын, басқа дүние алып жүретін шығармын, айдап жүретін шығармын. Басты ой жеткілікті болу дүниенің. Ата-анама да жақсы үй алып бергенмін, жақсы үйде тұрып жатыр. Мүмкін оларға да жақсы бір кәсіп ашып бердім, сол кәсіппен айналысып жатыр. Жұмыстарына шығып, сол кәсіппен айналысып жатыр. Өз басына би, өз басына бастық болып. Ата-анам риза, менің балам деп мақтанатындай. Мен осы жақта өте жақсы табыс тауып жатырмын. Жақсы ЖК-да тұрып жатырмын, мүмкін жақсы ЖК сатып алып тұрып жатырмын. Және кәсіптерім жақсы оборот ақша келіп жатыр. Может, услугаларым жақсы ақша келіп жатыр. Ал қазір 2025 жылы мен универ бітіремін. Қазір білмеймін, немен айналысатынымды ойланып жүрмін. Бірақ примерно білетін секілдімін. Видео саласына қарай кететін шығармын. Бірақ білмеймін, может, бір жылдан кейін ойым өзгереді деген мәселе ғой. Осы саланы зерттеп көріп жатырмын. Білмеймін, өзімді кешігіп баратқандай сезініп жатырмын, бәріне қалып баратқандай. Білмеймін, ол әлеуметтік желінің әсері шығар. Универді бітіріп жатырық. Ойланып жатырық, немен айналысамыз, кіммін, немін, кім ол, не зат, үшін бәрін қарап жатырық. Солай, қазір осындай үйде тұрып жатырмын. Бұл үйге үлкен рахмет. Біз осы үйде 3 жыл бойы тұрдық. Может, келесі 2 жыл бойы, 3 жыл бойы тұратын шығармын, может, білмеймін. Может, көтеріп кетіп жатсам, шығып кетемін, жақсы үйде тұрамын. Вот. Общагадан кейін осыға көшкен үйіміз ғой. Ең бастысы шүкір. Шүкіршілігім өте көп. Шүкір. Осындай үйіміз бар. Қиналмай, хозяинымыз ұрыспай, аман-есен тұрып жатыр. Жеуге тамағымыз бар, тұрарға үйіміз, киерге киіміміз бар, шүкір. Бастысы ұмтыла беру керек, алда қарай. Жұмыс істей беру керек, әрекет ете беру, білім ала беру керек. Сосын ешкім тыңдамау керек. Біреу бірдеңе десе, бетіне қарап боқтап жүру керек болды. Сенің өмірің, оны өзің ғана шешесің. Сол. Давай, послание. Давай, Нұр Әли, сенім саған.